Арма елім, баршаңыздан репост сұраймын. Біздің қоғамымызда мынандай кең таралған ой бар. Би деген ол тек қана қыз балаға арналған, әйел азаматқа арналған деген нәрсе. Ер азамат билемейді, ұл бала билемейді деген сияқты. Билесе оны тек қана жаңағы гомосексуалды ер азаматтар билейді деген сияқты сондай өте надан ой ондай кең таралған болады. Енді мына этникалық билер болса, ұлттық билер дейміз ғой. Олардың барлығы кезінде оны ер азаматтар билеген және би тұңғыш рет ол әскери дайындаушылықтың түрі болып дүниеге келген болады. Секіру керек, қарғу керек, былай қозғалу керек. Бұлшық еттің бәрін қозғап, май жиналмау үшін, жаңағы буынның барлығы жақсы қозғалу үшін, соның бәрін неғылу үшін сол билді ойлап тапқан. Тұңғыш рет әйел азаматтар ұзақ уақытқа дейін ешқандай би билемеген, көбіне ер азаматтар ұл балалар неғылған билеген. Ұл балаларды біріншіден оны коллективизм дейді ғой, сондай нәрселерге үйреткен. Және би дистифулярный аппарат деп айтамыз, соның барлығын жақсы ретіне келтірген. Сөйтіп қозғалуды жаңағы шайқаста жеңіл қозғалу үшін барлығы билеген биді игерген болады ер азаматтар. Кішкентай кездерінен бастап сондай түрлі билерге үйреткен. Енді көптеген билердің әскери жаңағы нелерін, тамырларын қандай билерден байқауға болады. Мысалы, кавказдардың лезгинка деген билерінің түрлері бар. Сосын жаңағы капоэра деген би бар, бразилдік. Сосын жаңағы грекияның пирихи деген билері бар. Харуми деген биден де байқауға болады соның барлығын. Өкінішке орай, отаршылықтың кезінде қазақ 18 биінен ажыраған, яғни жоғалып кеткен оны барлығы. Енді мен білмеймін, оны реконструкцияға келе ма, келмей ма, оны енді бишілер, хореографтар, тарихшылар шешуі мүмкін. Сонымен ұл балаларыңызды биге беруден ұялмаңыздар, дұрыстап түсіндіріңіздер би не үшін арналғанын. Егер де сіз өзіңіз ер азамат болсаңыз, үлкен жасыңыз келген, биге қатысқыңыз келсе ұялмай билей беріңіз. Енді мына жан-жақта болып жатқан, елде болып жатқан жаңалықтардан хабарларыңыз бар шығар. Сондықтан май жинамай дайындалу керек. Осылай айтарым. Репост жасаңыздар, аман болыңыздар.